Қазір бар арамызда. 90-шы жылғы жігіт. 90-шы жылғы жігіт бизнесмен, бизнесінде проблема болады. Құран үзбейді ол жігіт. Күндіз де түнде де Құран үзбейді оқитын жігіт. Тіпті өзінің арабшасы керемет болмаса да словармен отырып оқиды ғана Құранда. Мына сөздің артында не бар екен деп. Сөйтіп ойланып жүретін жігіт қой. Бизнесінде проблема болып, кеудесі қысылады. Клиенттердің бәрі кетіп жатыр. Проблема. Үйіне келеді, әйел тамақ істеп қойған, тамақ ішкім келмейді. Мүлдем серіктестер кетіп жатыр. Ойлаңыз. Содан төсек салып қойған жатайын десе, ұйықтай алмайды. Түннің таңға жақындаған бөлігінде Аллах Тағала санасына нұр береді. Сосын тұрады да, Құранның ішінде жауабы бар деген не келеді, ой келеді. Оны салған Алла ғой. Тұрады да, Алматыда Бәйкен мешітін білеміз ғой бәріміз. Сол Бәйкен мешітіне қарай шықтым дейді, мешітке намаз оқуға. Сөйтіп Бәйкен мешітіне келе жатырмын. Бірақ ішімде шіркін-ай, имам духа деген сүрені оқыса деп келе жатырмын дейді. Неге духа? Өйткені оның ішінде аят бар. Мә уаддаака роббука ва ма қала. Сенің Раббың сені тастаған жоқ. Сені қалдырып қойған жоқ осы қиналысыңмен деген сол аят бір жаныма жылу болса екен деп келе жатырмын дейді. Келдім, азан шақырды, сүннетімді оқып алдым, имам шықты, Фатихадан кейін тынысымды ішке тартып тыңдап тұрмын дейді. Білесіздер ме, негізі мешіттердегі дауыстап оқылатын таң, шам, құптан намаздарына имамның аузынан шыққан аяттар артында тұрған жамағаттың бүкіл проблемасының жауабы сол жерде. Сұрақтарының жауабы сол жерде. Біздер тұрған кезде артында қалай тұрамыз? Мә, имамның дауысы күшті екен. Немесе мен жаттаған сүрені оқып жатыр деп онымен бірге жағаласып қосылып оқып тұрамыз. Егер жатталмаған сүре болса, мен білмеймін, сұрамай кетіп қаламыз. Бару керек. Емеке, сіздің оққан аяттарыңыздың сүренің аяттың санын айтып жіберіңізші. Жаңа жігіт айтады. Бір кезде духа сүресін оқи ма деп тынысымды ішке тартып тұрсам, Абаса ва тавалла деп Абаса сүресін оқып жатыр дейді. Раббыммен іштей сөйлессін дейді. Мінәжат деген нәрсе көрдің, намазда тұрып. Намаздың ерекшелігі сол жерде да. Өйткені Аллах Тағала мына жақта Тохада айтты ғой, Мусаға тапсырма берген. Вақимис салата лизикри. Намазға тұр. Мені еске алу үшін. Мен сені көріп тұрғандығым сезім намаз. Қараңыз, сөйтіп намазда тұрып, жаңағындай Раббым деп іштей сөйлеп тұрмын дейді Раббыма. Аллах Тағалам, неге сен маған Абасаны тыңдатып тұрсың? Осы сүренің ішінде менің осы бизнесімнің проблемасының жауабы болмауы мүмкін емес, өйткені Құран мұғжиза. Көрдіңіз бе? Құранды мүлдем басқаша қырынан тануға болады да мына оқиғадан кейін. Сонда оқып болдым дейді. Түсінген жоқпын, не үшін Аллах Тағала маған Абасаны тыңдатты. Сосын бәрі қайтып кетті, тәсбih тартып, дұға жасап, бәрі қайтып кетті, мен отырмын дейді. Сосын айтып еді, Раббым, дұға қылып отырмын өзіме, жылап отырмын дейді. Енді проблема қиналып кеткен. Раббым, мен кетпеймін. Мына жерден осы Абасаны не үшін тыңдатқаныңды ашпайынша маған. Духа намазының уақыты жақындады, кірді бір кез духаның уақыты. Мен әлі отырмын дейді, жанымда ешкім жоқ. Бір кезде Аллах Тағала санама қайттан білімді құйды дейді. Не үшін Абасаны тыңдатқан? Білесіз ба не үшін? Абаса сүресінің түсу тарихын білесіздер ғой. Ол пайғамбарымыз Меккедегі дөкей мүшриктер әлі исламға келмеген. Болашақта да мұсылман болмайды олар негізі. Бірақ пайғамбар білмейді, ғайыпты білмейді, оны Алла біледі ғой. Сөйтіп, егер осылар Құранды тыңдап исламға келсе, бүкіл Мекке халқы исламға келеді деп, барып Құран оқиын десе, олар айтады, ана арзандар қасыңа келмесін сенің. Ана кеше ғана құл болған біләлдар қасыңа келмесін. Бізге жеке отыр бізбен. Сөйтіп Құранды жеке оқы дейді. Пайғамбардың жүрегі таза, сондықтан жеке Құранды оқып түсіндіріп отқан кезінде, мына жақта Абдулла ибн Умму Мактум деген зағип, көзі көрмейтін жан, сол кісі исламға келеді бір сахабаның қолынан. Сөйтіп енді пайғамбарды көргісі келіп тұр ғой. Сол кезде сілтеңдерші дейді, көзі көрмейді, бағыт көрсетші дейді. Пайғамбарымыз дөкейлермен сөйлеп, бағыт көрсетіп жібереді. Ол кісі жаңа таяғымен сол жаққа барады, пайғамбардың иығынан ұстады. Пайғамбарымыз естеді. Қараса, зағип жан екен. Аналардың көзінде арзан адам, түсіндіңіз бе? Бірақ пайғамбар үшін, Алла үшін қымбат қой, бірақ бұл, түсіндіңіз? Сонда ана кісілер тұрып кететін болды-ау деген ойы қабағын уайымдап, қабағы түйіліп кетті. Сөйтіп теріс бұрылған кезде осы сәтті көріп тұрған Аллах Тағала айтады: қабағын түйіп, теріс айналды ғой. Оған көзі көрмейтін зағип жан келген кезде, ол Аллаға ұмтылып келген еді ғой. Аналар мұсылман болмаса сенің сұрамайым ғой, бірақ мынадан сұрайым сені. Түсіндіңіз бе? Осы оқиға айтылған Абаса сүресі ғой. Енді ойлаңыздаршы, осы сүренің бүгінгі бизнеспен қандай байланысы болуы мүмкін деп ойлайсың ғой. Біз бұны Аллах ашпаса ашпайды ешкім, түсіндіңіз бе? Жаңа жігітке Аллах ашып берген. Отырып алған табандылығында. Жұмбақ ойнатамыз ба? Табандылық пен тұрақтылық, қараңызшы. Табандылық пен тұрақтылық. Соның себебінен және Аллаға деген мінәжаттың себебінен Аллах ашты.
шынамды отыр ғой, кетпеді ғой. Түсіңіз? Болды, құрсыншы, басқадан тыңдаймын дейді. Жоқ. Сонда жаңа жерде жауабы мынау. Жауабы бұл клиенттермен кезінде уәделескен. Көбірек уақытымды бөлем деп. Бірақ көп уақытын рекламаға жұмсап жүр екен. Болашақта келу үшін клиенттер. Пайғамбарды анаған уақытын арнап отыр, көрдіңіз бе? Кеп тұрған мына кісіге уақытты бұрмады, теріс бұрылды, түсініңіз? Қай жақтан байланысты келтіріп берді. Сөйтіп, бұл сол күні бүкіл 8 сағатын рекламаға түсуге шақырып қойған ғой, камера бәрін. Соның бәрінен не істеді? Отказ береді. Раббым, түсіндім дейді. Қуанғанымнан Аллаху акбар деп тұрдым дейді да, үйге бармастан жұмысқа бардым дейді. Сөйттім да жаңағы жұмыстан клиенттермен сөйлесіп, оларға бүкіл уақытымды клиентке арнадым. Асыр намазының уақыты жақындаған кезде, асыр намазының уақыты жақында, жаңағы звоноктар қайтадан, звоноктар шалынып, отказ берген клиенттер қайтып келіп, серіктестер қайтадан проблемам шешіле бастады. Таңмен асырдың ортасында шешіп тастады ғой Аллах тағала. Сөйтіп шам намазының кезінде мен есігімді құлыптадым да, жоқ, мен намазға барам, жұмыс қызып жатқан дейді. Намазға барам, енді Аллах тағала маған қандай бұйрық береді екен деп шам намазына қайтадан бәйкенге келе жатыр ғой. Бірақ бұл жолы мына сүре деп ойлап келатқан жоқпын дейді. Өйткені Аллах тағала маған енді бұдан да жақсырақ не береді деп келіп шам намазына тұрады. Имам Фатихадан кейін уаддуха деп бастағанда көзімнен жас кетті дейді. Ма уаддака раббука ва ма қала. Раббың сені тастамады деген кезде өкіріп тұрып жыладым дейді. Шынымен Раббым мені тастамадың деп. Қараңызшы, Құран негізінде осылай проблеманы шешуге келген кітап. Бұл Құран қиссалар, тарихтан тұрған, егер бүйтіп мағынасын оқысақ, сондай кітап секілді. Жоқ, оның артында ғибрат бар. Не дейді? Улул альбаб, ақыл иелері үшін ойланатын нәрсе.